2 күннен соң күллі мұсылман қауымның асыға күткен мейрамы Құрбан айт басталады. Аталған мереке қарсаңында Қордай аудандық орталық мешіті көпшілікке құлақ қағыс жасады. Құрбандық шалып, сүннет амалды орындаймыз дегендер нені білуі керек? Тілші айтады. Биылғы Құрбан айт 27 мамырда басталады. Бұл күнде атқарылар алғашқы амал намаз оқу, кейіннен келіп құрбандық шалу. Қордай аудандық орталық мешітінің бас имамы бұл ретте жергілікті тұрғындар бұрынғыдай мешіт маңында мал соя алмайды дейді. Яғни белгілі бір талаптарға байланысты орын өзгерген. Жылда аудандық мешіттің жанында құрбан шалынады екен. Бірақ енді осы жылы біз сол құрбан шалу орнын көмек шаруа қожалығына ауыстырдық. Оған себеп болған мешіттің жанындағы біздің қой соятын, мал соятын орнымыз ешқандай талаптарымызға, шариғи талаптарымызға, және де сонымен қатар заң талаптарымызға келмейді. Мешіт деген әлбетте баршамыз бұл рухани орда, адамдардың келіп, көптеп келіп, құлшылығын жасайтын, дұғасын, мінәжатын жасайтын орын болғандықтан мешіттің айналасының таза болғандығы дұрыс. Мешіт мамандары мал бағасының бақылауда болатынын айтады. Әрі құрбандық шалуға ниет еткен аудан азаматтарына қолайлы болу үшін бірқатар ұсыныстың барын жеткізді. Құрметті аудан тұрғындары, егер малдарыңыз келіп шалам десеңіздер, алып кетем десеңіздер, алып кетуге де болады. Ал егер тастап кетем десеңіздер, бізде орталық мешітке аудан бойынша тіркелген 350 мұқтаж отбасы бар. Соларға тарқатып сауабын алам десеңіздер де болады. Немесе өзім бала шағам бар, өзімнің туысқандарым бар десеңізде, ондай болатын болса да өзіңіз алып кете аласыз. Құрбан сөзі жақын болу, жақындау деген мағынаны береді. Қасиетті Құранда да Аллаға олардың еті де қаны да жетпейді. Оған жететін нәрсе жүректеріңізге ұялаған тақуалық делінеді. Ал пенде сол аталған тақуалыққа сау, айыпсыз малды іздеп табу арқылы келеді. Шалынатын құрбанымызды әлбетте ол ақсақ, тоқсақ, және ауру, болмаса көзі соқыр, болмаса жаңағы құлағы жоқ болмау керек. Толыққанды себебі ол біздің ертең қияметтің күнінде Сырат көпірден алып өтетін көпірден алып өтетін көлігіміз болғандығы себебінен малымыздың ішіндегі ең жақсысын. Елдің ынтымағын нығайтып, ауызбіршілігін күшейтетін айтулы мерекеге орай Қазақстан халқы бір күн ресми демалады. Ал айт намазы Қордай жұртына сағат 6:00-де басталатынын еске саламыз. Мадина Айдынқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.